Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен надандық дәуіріндегі әйел адамның қоғамдағы орны жайында және исламдағы әйелдің мәртебесі жайында сөз қозғайтын боламыз. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ислам діні өмірге келгенге дейін 4 құл дүниеде әйел заты қорланып, оның құқығы мен құндылығы аяқ асты болып келді. Ең сорақысы сол, әйел баласы ислам келгенге дейін ең жаман жануар ретінде қабылданатын. Бұл қатал көзқарас пен қатыгез қағидаларға тарихтың өзі куә. Мысалы, байырғы үнділерде әйел баласы үйленуге, мирасқа және өзге де адами құқықтарға ие болмаған. Олардың әдет-ғұрпы бойынша жесір қалған әйелді отқа жағатын. Өлген күйеуінің артынан өртенген әйелдер адал әрі құрметке лайық жар ретінде қабылданатын. Алғашында буддизм дініне әйелдерді қабылдамаған. Ұзақ уақыт бойы күмәнданып жүріп, ақырында келісіп, олар буддистер қоғамына аса қауіпті деген пікір айтқан. Исраил құқығы бойынша қыздар әкелерінің үйіндегі қызметші ретінде саналатын. Тіпті әкелері кез келген уақытта оларды базарға шығарып сататын. Ажырасу құқығы күйеуінде ғана болатын. Күйеуі қалаған уақытта ғана ажырасу мүмкіндігі берілетін. Парсы патшалығы Иранда ер адамдар анасы мен қарындасына құрмет мүлдем көрсетпейтін. Керек десеңіз, қарындасымен үйлену олар үшін абырой саналған. Тіпті бір-біріне осылай жасауға кеңес берген. Ежелгі Рим, Грецияда әйелдің заттан айырмашылығы мүлдем жоқ еді. Күйеуі қаласа, дені сау кезінде, қаласа өлген кезінде әйелін басқа біреуге бере салатын. Әйелдің ол кездегі құны біреуге оп-оңай сыйға тарта салатын мүлік яки затпен тең болатын. Ежелгі Қытайда әйелді адам ретінде санамаған, тіпті оған жеке өзіне тән ат қойылмайтын, оның орнына 1, 2 немесе 3 деген сандармен ғана шақырылатын. Сонымен қатар, ежелгі Грецияда әйелден асқан қатер жоқ. Әйел деген табиғи құбыжықтандырылған еркек. 3 қатер бар, ол от, теңіз және әйел деген сияқты сөздер айтылған. Бұл сөздердің ежелгі гректердің әйелдерге деген көзқарасын көруімізге болады. Олардың мұндай әйел адамға деген құрметсіздігін әйел адам жұмақтан қуылуға ең негізгі себепші деп есептейтін болған. Яғни Адам алейхиссаламды азғырған әйел деп санайтын болған. Әйел баласын кемсітетін. Әйелдің ақысы бар ма? Әйел адам ба? Хайуандар сияқты жауапкершілігі жоқ па? Әйелдің рухы бар ма, жоқ па деп өзара тартысатын болған. Исламға дейінгі кезеңде араб түбегінде де халықтың әйелге деген көзқарасы тым төмен еді. Әйел затының пікірі еленбеуі мен құқығының аяқ асты етілуі осының дәлелі. Әйел тек базардағы тауар немесе уақыт өткізудің бір құралы ретінде қабылданып келді. Надандық, яғни жахилия дәуірінде арабтар тайпа аралық соғыста жеңіліс тапқан рулардың әйелдерін тұтқынға алып, оларды күң ретінде ұстайтын. Олардан туған балалар өмір бойы қорлықтан арылмайтын. Бұл әйелдер арасында құлдыққа шыды. Біз сөз еткен әйел құқығы мәселесі тек әйел баласының өмірін астан-кестен етіп қоймай, тұтастай қоғамның бұзылуына, адамзаттың азғындауына алып келді. Ал ислам әйел адамға ерекше құрмет көрсеткен. Құран кәрімде Ниса, яғни әйелдер деген сүре бар. Мәриям деп аталатын сүрелер тікелей әйелдерге арналған. Әйелдердің қоғамдағы орнын көрсеткен ислам діні еді. Әйелдерге деген осыншалықты құрмет ислам дінінде ғана болатын. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әкесі мен анасы дүниеден өткен кезде оған әке орнына әке, ана орнына ана болған да әйел адам еді. Ол Үммі Айман анамыз болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ең бірінші дінді әкелген уақытта, бүкіл әлемге бір өзі қарсы шыққан уақытта, сонда оны алғаш болып қабылдаған, оны қолдаған әйел адам еді. Ол Хадиша анамыз радиаллаху анха. Худайбия келісімінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына ренжіп, шатырына кіріп кеткенде, пайғамбарымызға ақыл айтып, үлкен көмек бергенде әйел адам еді. Ол Сәуда анамыз еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дүниеден өткенде де мешітте немесе түзде емес, әйелінің бөлмесінде әйеліне басын сүйеп отқан күйде дүниеден қайтты. Ол Айша анамыз радиаллаху анха еді. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам балаларының ішіндегі ең жақыны әрі ең сырласы болғанда қыз бала еді. Ол Фатима анамыз радиаллаху анха.
Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам қиын қыстау кездерінде қасынан әрқашан әйел адамдар табыла білген. Бұл асыл аналарымыздың әрқайсының өмір жолында күллі мұсылман қауымына өз жанынан да артық көрген көркем үлгі өнегесіне аса мұқтаж ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жарқын бейнесі сақталған. Сонымен қатар ислам әйел кісінің 3 мәртебесін көркейтеді. Ең біріншісі қыз мәртебесі. Әбу Хурайра радиаллаху анхудан жеткізген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кімнің үйінде қыз бар болса, ол үйге күн сайын көктен 12 береке түседі. Ол үйде періштелер тынбай келіп тұрады. Әрбір күн, әрбір түн сайын олар ата-анасына 1 жылдық құлшылықпен тең сауап жазып отырады деген. Сонымен қатар келесі хадисте қыз баланы жақсылап тәрбиелеп, Алла Тағала берген нығметтермен молшылықта жеткізіп киіндірсе, бұл қыз ол үшін берекет болады, тозақтан құтылып жәннатқа оңай кіруіне себеп болады деген. Сонымен қатар тағы бір хадисте 3 қызына қажеттіліктен құтылғанға дейін жақсы қарап, ішіп жегізіп, киіндірген адам әлбетте жәннатқа қол жеткізеді деген. Демек, қыз бала әке-шешенің жәннаты тозақ отынан қалқан болып табылады. Міне, ислам бізге оның мәртебесін осылайша баяндайды. Сондықтан үйімізге қыз келсе, ол үшін қуанып, Аллаға мадақ айтуымыз керек. Әрине оның өскенде тәрбиесі әке-шешесінен де сұралады. Олар да жауапты болады. Келесі әйел мәртебесі. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әйел ер кісінің 2-ші жартысы деген. Алла Тағала әйел баласын өте нәзік әрі әлсіз етіп жаратты. Ерінің иманының толуына, нағыз ер болып қалыптасуына әсер ететін де осы әйел. Омар ибн Хаттабтың радиаллаху анху риуаятында Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам иманды әйел қайырлы іс жасамайтын 1000 еркектен де қайырлы деген екен. Келесі 3-ші мәртебесі ол ана мәртебесі. Исламда жәннат аналардың табанының астында деген ананың тұлғасын ерекше ұлықтайды. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам бір адам келіп, «Уа Алланың елшісі, кімге жақсылық жасайын?» деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам анаңа деп жауап береді. Әлгі адам 2-ші рет одан кейін кімге жасайын дегенде анаңа деп жауап берген. Әлгі адам тағы да одан кейін кімге жасайын деген кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам 3-ші ретте анаңа деп жауап берген. Тек 4-ші рет тағы да сұраған кезде әкеңе деп тіл қатқан екен. Бұл хадис исламда ананың мәртебесі 3 есеге жоғары екендігін көркем түрде жеткізген. Ана болу әйел адамның бақыты, ананың жауапкершілігі де қиындығы да көп. Сондықтан Алла Тағала анаға сондай мол сауап береді. Ана жүкті болған кезде оның күнін оразамен, түнін құлшылықпен өткізгеннің сауабы жазылады. Толғағы басталған кезде ешбір жаратылыс Алланың оған қандай сый беретінін білмейді. Ол сәбиін дүниеге әкеліп емізе бастағанда, сәбидің әрбір жұтымы үшін, әрбір емізгені үшін оған өліні тірілткендей сауап жазылады. Абдурахман ибн Ауф. Келесі бір хадисте ана жүктілік кезінде және сәбиді туып асыраған уақытында Алла жолында жүрген жауынгер сияқты. Егер бұл уақытта қайтыс болса, оған шахидтің сыйы беріледі деген екен. Яғни ислам діні осылайша әйел адамның дәрежесін жоғары көтерген болатын. Мұндай құрмет шынымен ақ өте орынды. Себебі әйел әлемнің ажырамас бөлігі. Әйел адамзаттың анасы. Әйел тіршіліктің бастау бұлағы. Әйел отбасының өзегі. Әйел шаңырақтың шамшырағы. Әйел сұлулықтың символы. Әйел әдеміліктің асыл тәжі. Әйел Хақ Тағаланың мейірім сынығы. Әйел нәзіктіктің хас үлгісі. Әйел Алланың рахымының жерге түскен шағылысы. Сонымен қатар әйел мейірім қаһармандары. Назарларыңызға рахмет. Лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.